99% оқушыларының қателесетін есебін мен сіздерге қазір оп-оңай қарапайым тілде түсіндіремін. Бұл жерде есептің берілгені анасы мен қызының жастарының қосындысы 28 жас, анасы қызынан 22 жасқа үлкен, қызы неше жаста дейді. Көбі қайтеді? Көбі мына екеуінің жастарының қосындысы 28 еді, содан 22 жас үлкен дейді, 6 жас дейді. Яғни қыз 6 жасқа дейді. Жоқ, бұл үлкен қате. Енді қалай шығарам? Бұл бізде анасы, бұл бізде қызы, екеуінің жастарының қосындысы бізде 28. Енді бұл бізде анасы болса, бұл бізде қызы. Анасы қызынан 22 жасқа үлкен деп тұр ғой. Яғни мына бөлігі бізде үлкен, көп деп тұр. Енді 28-ден 22-ні азайтқанымыз біздің артығын алып тастаймын. Бізде 6 шығады. 6 деп отырамыз, бізде 2 бөлік. 2 бөлікке не істеймін? 6-ны бөле салам. Яғни 6-ны 2-ге бөлсек бізде 3 жастан шығады екен. Енді дұрыс қой, бұл бізде қызы, анасы қызынан 22 жасқа үлкен. Ал қосындысы 28 шығады. Сонда біздің қызымыз керек 3 жаста екен. Егер де логикалық есептерден, сандық сипаттамалардан қиналып жүрсеңіздер, менің сабағыма қатысыңыздар. Ол үшін комментарийға 55 санын қалдыра кетіңіздер.